Ертең 8 наурыз. Аналарымыздың, қыз-келіншектердің халықаралық мейрамы. Соған байланысты не айтасыз, құттықтауыңыз? Мен айтам, енді әйел дегенде обобщенный мен жалпыламақ қорытынды. Ол менің қызым, ол менің қарындасым, ол менің әпкем, ол менің кәдімгі туысым, бауырым, осылай көлемде айтамын. Сондықтан оған не тілеу керек? Мен әйелдер күні дегенде бірақ әйелді ғана айтпаймын, мысалы жалпылама түрде айтамын. Әрбір әйелде мен өзім қарындасымды, әпкемді, немесе қызымды солай есептеймін. Менің қызым енді қайтыс болып кеткен немерем бар, келінім бар. Анам бажалмаса от неге кетті, енді менің өзім 90-ға жақын уақытта жүру мүмкін емес қой. Сондықтан солар елестейді. Мен жалпы өзіңнің бауырыңа, қарындасыңа, қызыңа, мысалы, әпкеңе қалай тілейсің, не тілейсің? Мен солай қараймын әрбіреуіне. Оның мынау бір қарындасы-ау, мынау жүрген адамның әпкесі-ау, деп әйелі-ау, жұбай-ау. Бұларға қалай тілейік? Мен соны елестетемін де тек қана жақсылық тілеймін осы. Соған сұлу қарындас болып, сұлу әйел болып, сүйікті анасы болып тұрған адамға қандай тілек болу керек? Жеке оның басын есептеймін. Жалпы әйелдер күнінде осындай жалпыламағымда барып, осылар солар ғой, мынау сол әрқайсысы жігіттердің қарындасы, сүйікті қызы солай болып көрінеді. Соған мен тек қана жақсылық тілеймін, бақыт тілеймін.